Саламатсыздар ма? Мен Ибраева Зарипа, балам Тұрғынбек Асыл, 11 жастамыз біз. Осы Жұлдызай оңалту орталығына біз ем алып жатқанымызға биыл міне Құдай қаласа 2-ші жыл. Осы оңалту орталығына келмей тұрып, біз қаншама оңалту орталықтарында жаттық, ем алдық. Ол кезде ешқандай нәтиже болмады. Енді сәл-сәл болды енді. Ақмұрат ағайы бар, Мақсат ағайы бар. Сол кісілердің арқасында шүкір балам жүруді үйренді. Рахмет айтамыз Жұлдызай оңалту орталығына. Жақсы ем алып, жақсы көңіл күймен. Бүгін балам тұсауын кескен BI Group ұжымына рахметімізді айтамыз. Сол кісілер сияқты мен де балам үлкен ел азаматы бола берсін. Сол кісілердің жолын берсін. Ең алғаш осы Жұлдызайда бастадық. Мақсат ағайы жүргізуді үйретті. Әбден жүрсін деп мені шығарып жібереді, жаңа жылап жатса, сіз шығып тұрыңыз, сізді көрсе жүрмей қалуы мүмкін деп. Бізді шығарып жібереді. Өзі жаңа ағайымен екеуі бір қырылып төбелесіп алады жаңағы. Бүгін мен тұсауым кесті. Мен қуаныштым. Жұлдызай орталығына рахмет. Жүріп кетсем екен, көшеде ойнап жүрсем екен деп армандаймын. Тез қозғалыста әрдайым бүйтіп жүгіріп, жаңа ойнаса, бұларда ары қарай жүріп кетуге шанс бар дейді. Тек қана біз сол неғыламыз, үйде де мысалға көшеге шығарып жібереміз, ойнасын. Мен өзім қорқам, көшеде машина бар, автобус бар дегенде. Папасы қой жібер, көрсін, құласын, сүрінсін, жара болсын ба, басқа болсын ба, ұстама дейді маған, кетсін өзі, үйренсін дейді. Басқа сау балдарым кетіп қалады көшеге қарай, бұл өзі қап кетеді, жылап, мен неге жібермейсің? Неге мен бармаймын, неге мен ойнамаймын дейді. Енді әкесі, енді мен өзім анасы болғаннан кейін өзім қорқам, қаншама жағдайлар болып жатыр. Құдай сақтасын, бірақ қасында өзім жүрім, көбінесе жаңа велосипедке мінгізіп, құлап қалмаса екен, сүрініп қалмаса екен, сау балдар итеріп кетсе де құлап қалады бұл. Орнынан тұрам дегенше біраз уақыттың өзінде. Сондай енді өйстіп ақырындап жүруді бастадық. Енді жүгіріп, шауып өз-өзіне жаңа бұлар не дейді қандай, өз-өздеріне қызмет жасай алмайды ғой. Мысалға, әлі күнге шейін біз үлкен дәретке отырғанымызда сүрте алмаймыз. Анашым болдым деп шақырады. Сол сияқты өз-өзіне қызмет жасай алатындай болса екен деп армандаймыз да. Өз тамағын жеуін жейді, төгіп, шашып, сондай. Сол 5 жылдай нәтиже енді өз-өзіне жақсы қарап балам, өз-өзіне сау балдар сияқты өз-өзіне қызмет жасай алса екен деймін.